Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Ұлт байлығы халық қолында. Бұл ел экономикасы үшін маңызы зор. Халықтық IPO жобасының негізгі мақсаты. Қазтрансойл ұлттық компаниясы осы бағдарламаның алғашқы қатысушысы болып табылды. Осыған орай бүгін біз қонаққа Қазтрансойл акционерлік қоғамының бас директоры Қайыргелді Қабылов мырзаны арнайы шақырған едік. Қош келдіңіз, Қайыргелді Мақсұтұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қайреке, мен сізді көптен бері білемін. Менің ағам Тарас Қасымов сізді ең бірінші таныстырған. Жаңа жылы сөзіңіз айтып жатсыз ғой. Сіздің туған өңіріңіз Павлодар. Жаңа көрдіңіз ғой. Елбасы Владимир Владимирович Путин сіздің туған еліңізде жүр. Сіздің мәселеңіз қаралмай ма бүгін осы Павлодарда? Жоқ қой ондай мәселе? Жоқ. Жоқ қой, соған байланысты шығар сіз бүгін арнайы келіп отырғаныңыз деп ойлап отырмын мен. Осы народный IPO деген, қазақша айтсақ, халық IPO деген осы немене? Мен бірінші рет осы сөзді естім, Қайыргелді Мақсұтұлы, елбасы Назарбаевтың аузынан естім осы сөзді. Осыдан 5-6 жыл бұрын бекен елбасы Хьюстон, Техас, Джордж Буш үлкеннің үйіне барған. Үйінде қонған, шайын ішкен бар-барының қолынан айтайын дегенмен. Сол кезде сөзден сөз шықты осы народный IPO деген не деген, халық IPO деген неме деген. Кезінде бір мекеменің акциясын сатып алған екен Джордж Буш. Соған қазір бүгінде тұрып жатырмын дейді. Соған байланысты мен сұрайын деп отырғаным ғой. Бұл неменен? Халық IPO деген. Елбасының тапсырма бойынша өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, Қазақстанда бүгін әзірленіп жатыр халық IPO бағдарламасы. Халық IPO деген ол халыққа мүмкіншілік береді, осы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алып, содарға компанияға иелері болып, сол компанияның ертең табысын көріп, дұрыс айттыңыз, болашақта өз көзқарасында сол пайдамен пайдалануға мүмкіншілік береді. Көмек болады деп отырмын мен. Көмек. Қайыргелді, жақын уақытта Қазтрансойл акционерлік қоғамы акцияларын халықтық IPO бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның қор нарығына шығарылуға күтілуде. Оны біз әртүрлі жарнамалардан оқып жатырмыз. Сіз басқарып отырған компания республикамыздағы негізгі мұнай тасымалдау операторы екенін білумен қатар, болашақ инвесторлер соның ішінде мен де болуым керек. Мен білуім керек. Қандай жоспарлар бар сіздің Қазтрансойл компаниясында? Өздеріне белгілі Қазтрансойл акционерлік қоғамы бүгін бас тасымалдау компания, мұнай тасымалдау компания Қазақстанда. Бүгін біздің мұнай құбырдарының ұзындығы 7,5 мың шақырым километр, 10 аймағынан өтеді. Бүгін мүмкіншілік мұнай қазандарының мұнай енгізу ол 1,5 миллион текше метр. Және біздің активтарымызда 40 насос станциялар бар. Бүгін біз Атырау, Маңғыстау облыстарында табиғи су тасымалдаймыз. Онымен ауыл шаруашылығын мекемелерді қамтамасыз етеміз. Бүгін компанияның үлкен жетістіктері, біздің компания орналастырғанға 15 жыл болды. Бүгінгі компанияның құбырларының қуаты 4 есе өскен, табысы жыл сайын көбейіп жатыр. Осы 15 жылдың ішінде? 15 жылдың арасында. Бүгінгі компанияны енді IPO-ға шығару ол себебі ең бірінші қаржы жағынан, өндірістік жағынан, басқару жағынан шетелдік тәртіп бойынша егемендік кеңесшілер келіп түгелін тексеріп, бүгінгі біздің компания сол шетелдік стандартқа біздің компания лайықты деп сондай шешім қабылдады. Сол шешіммен үкімет бізді бүгін IPO-ға ең тұңғышы болып шығарып жатырмыз.
Енді шыны керек, мен инвестор ретінде болашақ білгім келеді. Сіздің шаруашылық, өндірістік жағдайы қалай болып жатыр қазір бүгінгі күнде? Қазтрансойлдың. Енді былай айтып кеткен өткен жылдың мысалы нәтижелерімен таныстырып кетейін. Біздің жыл көлем табысы 140 миллиард. Бүгін Қазтрансол елдегі үлкен салық төлеуші. Біздің қорытынды табысымыз 25 миллиард жылына. Бүгінгі алдағы қойған түгел жоспар бойынша өндірістік қаржы нәтижелері міндетті түрде толық орындалды. Ол осындай біздің енді қызметіміздің жетістіктері, әрине ол біздің тобымыздың азаматтардың арқасында. Ол болашақта осындай сенім білдіреді. Біздің жыл сайын компаниямыздың табыстары өсе беретінді, сондай мен сіздерге сенім білдіремін. Сұрақ бар дейді екен, тыңдап отырмыз сізді, құрметті көрермен. Алло? Иә. Саламатсыздар ма? Айта беріңіз. Сәлеметсіз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Айгүл Халимолдина, Өскемен қаласынан. Менің мынандай бір сұрағым бар. Негізінде мына акцияларды қай уақыттан бастап сата бастайсыздар? Соның бір қандай да бір тәртібі болады ма? Рахмет жауаптарыңызға. Түсінікті ме сұрақ? Түсінікті. Жаңа мен айтып кеттім, біздің енді компаниямыздың түгел қаржы жағынан, өнеркәсіп жағынан, басқару жағынан түгел бүгін тексеріс өтіп жатыр. Ол енді жұмыс аяқталып келе жатыр. Енді үкімет ертең түгел сол дайындаған егемендік кеңесшілердің отчетін қарап шығып, біздің ертең акцияның бағасын бекітеді. Бүгін шешім бар. 10% Қазтрансол акциясы қор биржасында сатылады. Сол кезде бәріне бір мүмкіншілік беру үшін бір вақытта акцияның бағадары үкімет шешіммен қабылданады. Содан кейін сатылу бастайды. Әрине азамат, ел азаматтары өзінің мүмкіншілігіне жағдай, оның қанша акциясына ие боларын өзі шешеді. Тәртібін қалай сатып алуға болады? Мен 3 қадамын айтып кетейін. Ол бірінші акция алу үшін брокер лицензиясы бар брокердар осы акция сататын қор биржасында олардың счетін ашу керек. Ол счет ақшасыз ашылады. Содан кейін үкімет шешімін қабылдағанда акциясы осындай бағасын бекіткенде сіз оған бұйрық бересіз, қанша акция сатып алу керек. Ол сосын ақша аудару керек. Және жалғыз брокер конторадар емес, Қазпоштаның бөлімдесінде де сондай мүмкіншілік болады. Мен осыған байланысты сұрақ қойайын деп отырмын. Акцияның саны қанша болады? Бағасы қандай? Бұны қойайын деп отырғаным, акцияға әрбір адам 18-ге толған адам қатыса ала ма? Әрине, бүгін мен жаңа айтып кеттім, бүгін енді біз бағасы қандай болады, ол үкіметтің шешімде. Осы қазан айында біз жоспар бойынша қазан айында сол өтініш жинау басталады. Кім қанша акция сатып алам деп. Бір айдай сондай мүмкіншілік болады. Осы акцияларды сатып алу үшін. Екіншіде бүгінгі мен айтып кеттім, Қазтрансолдың акцияларын 10% сатылады. Ол 40 миллиондай акция болады. 40 миллиондай акция? 40 миллиондай акция болады. 40 миллиондай, оның бағасы қандай болады екен онда? Әрбір акцияның бағасы? Енді бағасын бүгін мен шарт бойынша айта алмаймын сіздерге. Ол бағасы енді саналып біздің көріп атқан жыл сайын табысымыздың, жыл сайын қандай пайда көріп атырмыз. Біздің Қазтрансолдың болашағының несі қандай бағдарламасы бар.
Соған байланысты шешімді үкімет қабылдайды. Біз оны осы 40 бөл жіберейін, тағы да сұрақ бар екен. Көрермен тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Саламатсыз ба, Қайыргелді Мақсұтова. Менің атым Айзада Ахметова. Мен сізге Жезқазған қаласынан хабарласып тұрмын. Мен жалпы өз басым қаржы саласының маманы болғандықтан, мынандай бір сұрақ мазалап тұрған. Тәуекелдер жөнінде. Бағдарламаны дайындау барысында қандай орысша айтқанда рискілер ескерілді? Тәуекелдер сол туралы айтып берсеңіз. Рахмет сізге. Әрине, енді біздің акцияның бағасы бүгін енді ең бірінші бекіткесін, болашақта біз сол акцияның бағасы төмендемеу үшін үлкен жоспарланып жатырмыз, үлкен бағдарламаны қабылдап жатырмыз. Екіншіде, ертең сатылғанда акция бір қолға ғана түсіп келсін, басқаларға жетіспеу үшін ондайда бүгін ұсыныстарды үкіметке әзірленіп жатырмыз. Үшіншіде, мына акциялар ертең сатып алу мүмкіншілік бүкіл Қазақстанның халқында бойынша, мен жаңа айтып кеттім, Қазпоштаның бөлімдерінде сондай акциясыға счет ашуға, акцияның сатып алу үшін ақша аударуға мүмкіншілік болады. Мен бұны әдейі бір жағынан көрдіңіз ғой, осыған байланысты сұрақ болып отыр. Екінші жағынан, мына қалталы адамды алып кетпесін деймін ғой мен. Сондықтан қарапайым 100 мың теңге, 50 мың теңгеге мен акция сатып ала аламын ба? Соны бір қолға қанша енді акция сатып алуға мүмкіншілік болады, ол үкіметтің шешіміне байланысты. Біздің осы сұрағымызды ескереді деп отыр мен енді. Ол біздің акциямызды бекіткенде бағасын, сол үкіметтің шешімде сондайда шарттар болады. Мысалы, бір қолға, жаңа сіз айтқандай, 2 миллионнан артық сатпау үшін. Енді тағы да осы компанияның үкімет бағдарламасына қатысу шеңберде дайындық барысы жөнінде айтып кетсеңіз. Сіз бастадыңыз ғой енді. Одан басқа қандай дайындықтар жүріп жатыр енді? Мен білем, бүгінгі сіздің жалғыз акционеріңіз ол Қазмұнайгаз, ұлттық компания. Олардың тәртіптері бар шығар деп ойлаймын мен. Әрине, мына мен жаңа сөз басында айтып кеттім, бүгін үлкен дайындық жұмыстары өтіп жатыр. Біздің қызметімізді түгелін есептеп баға беріп жатыр. Ол қаржы жағынан, өндіріс жағынан бірталай өзгерістер мына ертең біздің компаниямыздың директордардың кеңесіне өткізеді. Оның ішінде мысалы келесі егемендік мүшелерінің санын көбейтеді. Ол бірінші. Екіншіде біздің заңға да басқа біздің бүгінгі Қазмұнайгаз бұрын бекітілген тәртіптеріне де өзгерістер өткізіледі. Ол түгелі біздің ертең ашықтығымызды көбейтеді. Екіншіде біздің жауапкершілігімізді көбейтеді акционерлердің алдында. Акционер болғасын, сіз компания иесі боласыз. Ие болғасын, сіз компанияның басшыларына сұрақ қоясыз, басшыларынан отчеттарын сұрайсыз. Ертең ол түгелі ашық болу керек, мезгілінде болу керек, дұрыс болу керек. Ал жақсы енді. Мен сізге басқа бір сұрақ қояйын, жаңа сіздің сөзіңізге байланысты. Ертең акционер ретінде Ләззат Қиынов сізге тапсырма береді. Жаңаөзен қаласына мектеп салыңыз дейді. Орындайсыз ба, орындамайсыз ба? Ол со жағын тәртібі басқаша болады. Енді бұрын Қазмұнайгаз жалғыз бір 100% акционер болды. Енді осындай ұсыныс болса, ұлттық компания Қазмұнайгаз, ол басқа акционерларға ең бірінші сондай ұсыныс жасайды. Басқа акционерлер келсе, онда бірігіп қабылданған шешім бойынша біз сондай тапсырманы орындай аламыз. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Қазақстан облысы Мақтаарал ауданынан. Айта беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Мен сұрағым осы, сіздердің компанияларыңызда жұмыс істеуге бола ма? Осы мұнай газ саласының маманымын, бітіргенмін.
жұмыспен қамту керек деп жатыр. Сол жастарды жұмыспен қамтысаңыздар. Сол мен резюме тастамаған жерім жоқ, жұмысқа кіре алмай жатырмын. Қалай болады екен? Не айтасыз енді? Әрине, жастарды жұмыспен қамтамасыз ету енді. Әрине, енді біздің енді болашақта іске қосатын жобаларымыз бар. Сол арқылы жұмыс орындары бізде көбейеді. Онда енді жұмысқа... Осы сұрақ Қайыргүл Мақсұтұлы ұқсас, менің қояйын деп отырған сұрағыма. Ал жақсы ертең жинап аласыз. Қайда жұмсайсыз сосын? Вот мен енді бірінші айтқан сұрақ, енді ондай мүмкіншілік бар. Біздің компанияға бүгін мына біздің компанияның сайтында бос орын жұмыстарының несі бар. Қандай орын бос? Оған сіз өзіңіздің жаңа айтып кеткеніңіз арызыңызды, резюмеңізді жіберсе, біз оны қарап шығамыз. Болашақта жұмыс орын көтеру үшін біздің мына өзіміздің инвестициялық бағдарламасы бар. Оның ішінде біздің қазіргі мұнай құбырдарының қуатын көбейту. Болашақта өздеріңіз білесіз, Қазақстанның мұнай көлемі көбейеді. Мысалы, Қазақстан 80 миллион мұнай өндірсе, 20 жылға жоспар бойынша, стратегиялық жоспар бойынша 120 миллион. Оған жаңадан мұнай құбырдарын саламыз. Үшіншіде біздің көп біздің қаржы жағы көбейсін деп бірталай шығымды азайтатын жобаларымыз бар. Шығымды азайтып, онда қорытыныс табысымды көбейтіп, ертең акцияның дивидендтерін көбейтуге өте пайдалы деп мен айта аламын. Ал енді қайда жібересіздер? Қарар жинайсыздар, қайда жібересіздер? Әрине, оны өте дұрыс сұрақ. Біз мына IPO-дан халықтан жиналған ақшаны оның түгелі өндіріске салынады. Өндірістің ішінде мен айтып кететін мына Қаламқас пен өзеннің ортасындағы мұнай құбырының қуатын көбейтеміз. Екіншіде бізде жоспарымыз бар халықаралық Қытай Республикасы мен Қазақстан келісімі Қытайға мұнай тасымалдауын көбейту 20 миллионға, бүгін 14 миллион. Сонда ол түгелі Қазтрансойлдың ертең табысын көбейтеді. Табысы көбейсе, өздеріңіз білесіз, ол акция арқылы пайда көруге болады. Тағы да осына инвестор, болашақ инвесторлық компания акцияларын сатып алу үшін не істеу қажет? Халық арасында мекен, жұмыстар істеу керек осыған байланысты. Әртүрлі жұмыстар жасау керек. Бүгін осы өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы қызығушылық бола ма Қазтрансойл акциясына? Мен ойымша енді бүгін біздің компанияның нәтижелері жыл сайын өсіп атқанда, мен бүгінгі мына акцияларымыз Қазақстандық қор биржасына орналастыруға өте пайдалы болады деп сондай сенім білдіремін. Ол бірінші. Екіншіде әрине мына акциялардың сатып алу үшін, жаңа мен айтып кеттім, оның ерекше счетін ашу керек брокер конторасында или Қазпошта арқылы бөлмеселерінде. Үшіншіде ертең акцияның бағасы белгілі болғанда, сол брокерға сіз бұйрық берушісіз, ақша аударушысыз. Сосын брокер сізге ол акцияны сіздің атыңызға, аты жөніңізге, кімге айтасыз, бала-шағаңызға, басқа ағайын туысқандарыңызға жазылып береді. Акция арқылы болашақта қандай пайда көруге болады? Ол бірінші акциялардан жыл сайын дивиденд төленеді. Ол бірінші мүмкіншілік пайда көруге. Екінші акцияларды Қазақстан қор биржасында сатылып, бағасы көтеріледі. Сонда бүгінгі сатып алған бағасы мен ертеңгі нарық бағасы мен айырмашылығын пайда ретінде көруге мүмкіншілік береді. Енді мен айтайын, тағы да бір сұрақ. Менде осында Марси Фабалье деген азамат шығып кетті. Сіз білетін шығарсыз, себебі үкімет басшысының кеңесшісі. Ол кісі осы халық IPO-сы бойынша үлкен кеңесші болып жүр бүгінгі күнде. Сол кісінің бір айтқан сөзі бар. Неге Қазақстанда
Қазтрансойл ма, Қазмұнайгаз ба, солардың қызметкерлеріне неге сатып алуға болмайды дейді. Бұған сіздің көзқарасыңыз қалай? Осыған байланысты. Енді бүгінгі бағдарламаның аты халық IPO. Ол бәрімізге, Қазақстан азаматтарына бірдей мүмкіншілік беру керек. Әрине, бұрын ондай жағдай болған, енді біздің тәуелсіздіктің басында өзіңіз білесіз, 90-шы жылдарда купон арқылы кейбір мекемелер өзінің акцияларын сатқан. Бүгінгі айырмашылығы халық IPO бәрі бір мүмкіншілік болу керек. Бәр азаматтарды ешқандай привилегия болмау керек. Біздің қызметкеріміз бе, или басқа мекеменің қызметкерлері, студенттер, врачтар, өзіңіз білесіз, бюджет мекеменің жұмыскерлері түгелі бір мүмкіншілікте болу керек. Қайыргелді Мақсұтұлы, айтыңызшы, заң шеңберінде норматив актілер бәрі бүгінгі бәрі бар ма? Осы халық IPO-сын Қазақстанда енгізуге? Соның ішінде Қазтрансойл мекемесінде. Бүгін бірталайына дайындық жұмыстарды уже бітірдік. Соның ішінде заңға да өзгерттік, үкіметтің шешімдеріне өзгеріс енгіздік. Өзіміздің, жаңа мен айтып кеттім, компаниямыздың тәртіптерін өзгерттік. Қазмұнайгаз өздерінің тәртіптерін өзгертіп жатыр. Бүгінгі со жағын жұмыстарын енді біздің кеңесшілердің ақылымен, біз IPO халықаралық тәртібімен сол жұмыстар бітіп жатыр. Бүгін жалғыз біздің енді шешіміз тосып жатырмыз. Ол үкімет біздің акциямыздың бағасын бекіту керек. Содан кейін ұсыныс жиналады. Қазақстан қор биржасында Қазтрансойл акциялары сатылу басталады. Сөздің соңында біздің көрермендерге айтатын сөзіңіз бар ма? Әрине, біз бүгін халық IPO-ның тұңғышы болып жатқан, ол бізге жаңғыз абырой емес, ол бізге үлкен жауапкершілік. Болашақта біздің алдымызға қойған стратегия бағдарлама бойынша, өндірістік бағдарлама бойынша, ол түгелі әрине біздің Қазтрансойлдың пайдасын, бүгінгі Қазтрансойлдың қаржы нәтижелесін жаңарту, көбейту, сондай ұсыныс. Бізге берілген уақыт осымен таяп қалды. Көзқарастың бүгінгі қонағы болған Қазтрансойл қоғамының бас директоры Қайыргелді Мақсұтұлы Қабылдин мырза. Құрметті көрермен, халық IPO бағдарламасына белсенді қатысып, ел экономикасының дамуына бірге үлес қосайық. Аман есен кездескенше.